Салем достар, бүгінгі видео жаңа бағытта шығарылып жатыр. Дәрі туралы айтатын боламын. Дәрінің инструкциясы, қолданылуы, құрамы. Үй жағдайында емделгенімен де кейде дәріні ішетініміз рас. Қандай ем болмасын, әуелі Алладан шипа сұрап ішсеңіз, шипасын береді. Бүгінгі дәріміз Урсодекс. Бұл Урсодекс терапевтпен назначение беріледі. Бұл дәрі қандай емге арналған? Өт жолын емдеуге, яғни желчегонный өт жолын айдайды, және де холецистит бауыр ауруларына арналған дәрі. Бұны терапевт назначение береді. Құрамында белсенді қоспасы Урсодекс кислотасы бар. Бұл дәрі капсула түрінде, сырты қатты, ішінде ақ порошок бар. Ішуге болмайтын жағдайлар: противопоказания аяғы ауыр әйелдерге және емізулі аналарға, 6 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды, және де препаратқа сезімтал адамдарға қолдануға болмайды. Тағы бір айта кететін жағдай: бұны мен өзім ішіп көрдім. Өзіме терапевт назначение беріп еді. Мен ішкен кезде теріс әсер берді. Менде осы ішкен күні, келесі күні менде деген вздутие болды, жаңағы ішкебу деп айтады. Сосын деген кекірік және де іш өту, солар сондай побочный эффект болды. Сондықтан да бұны сақтықпен ішкендеріңіз жөн. Бұны деген гастрит, язвы желудкасы бар, гастрит ауру, асқазан ауру барларға кері әсер ететін сияқты. Сондықтан да сақ болыңыздар. Назначение бергеннің өзінде де сіз гастрит болсаңыз, яғни гастрит ауру болса, онда гастрит ауруы менде бар, мүмкін басқасын берерсіз деп дәрігерге айтсаңыз болады. Маған назначение бергенде күніне 1 таблетка жатар алдында ішесіз деді. Күніне 1 таблетка жатар алдында. Бірақ та кейбір адамға, әрбіреуінің өзінің салмағына байланысты, индивидуальны, әрбір адамға әртүрлі миллиграммен береді. Бұл дәріні ішкенде сақ болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі қандай дәрі шығарайын, сол туралы комментарийға жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Каналды қолдап өтіңіздер. Сау болыңыздар.